қатысушы Ақтанбайдың отыруында прокурор Екістай, жәбірленуші өкілі Абдусалиев, сотталған Есенбек қорғаушы адвокаттар Есенбаева мен Жүнісовтың қатысуларымен аудиовидео қолданып қолдануымен өзінің ашық сот отырысында сотталған Есенбек Арай Пердешұлына қатысты Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі аудандық сотының 24 сәуір 2026 жылы үкімімен адвокаттар Есенбаева, Жүнісов, Абдусалиев, Нұрақов және Яворский апелляциялық шағымдармен келтірген қылмыстық іс қарады. Қылмыстық процесс кодексінің 431 бабы 1-1 тармағы 443-444 баптарын басшылыққа алып сот алқасы қаулы етті. Сотталған Есенбек Арай Пердешұлына қатысты Шымкент қаласы қылмыстық істер жөніндегі аудандық сотының 24 сәуір 2026 жылғы үкімі өзгеріссіз адвокаттар Есенбаева, Жүнісов, Абдусалиев, Нұрақов және Яворский апелляциялық шағымдары қанағаттанусыз қалдырылсын. Қаулы жарияланған күні заң күшіне енеді және наразы қаулы жария етілген күннен бастап сотталған жағдай нашар отыру себептері бойынша 1 жыл ішінде, ал басқа негіздермен мерзім шектеусіз кассациялық шағым наразылық беруге құқылы. Отырыңыздар.